Бүгін мінекей 30 сәуір 2024 жыл біз Шымкент қаласы Арғынбеков көшесінің бойындамыз. Мына арқамызда көріп отырсыз ғой, тротуардың бітісі шығып жатқан. Не болды? Өзіңіз таныстырып жіберіңізші. Әшірбек Берік Айдарлы, Тұран ауданының әкімі. Бүгінгі өздеріңіз халықтың да наразылық туып жатқан Арғынбеков көшесінде тротуарымыз. Бізде Поштех компаниямыз ұтып алған құрылысты. Бүгінгі таңда құжаттары договор шарттарымыздың барлығы құрылыс жүргізілмеуге дайын болмағанына байланысты құрылысты жұмыстары әкімшілікпен келіспегеніне байланысты құрылыс жұмыстары көріп тұрғандарыңыздай қазып тастаған тротуарларды. Бүгінгі күнде сол бойынша қазір келіп өздеріңіз көріп отырсаңыз мына жерде барлық құрылым мекемелердің барлығы бар. Мердігер мекеменің өзі бар, полиция бар. Қазіргі таңда құрылысты заңсыз бастап кеткені үшін мердігер мекемемен де сөйлестік, қазіргі басшылармен айыппұлын салдым, және де мердігер мекеме тарапынан 2 күннің ішінде орнына қалпына келтіру жұмыстары жасалады. Қайтып асфальтын бәрін орнына қалпына келтіріп қояды. Енді тұрғындарға қолайсыздықтар үшін кешірім сұраймыз. Осы 2 күннің ішінде осы құрылыс жұмыстары толықтай бітіріп тастайды. Мердігерден сұрасақ бола ма? Болады. Жігіттер қайсысын айтасыңдар? Азамат келеді сөйлейтін адам. Просто мына азамат па? Мердігерден сіз кім боласыз сонда? Осы жерге жауаптымын. Жауапты ма? Мына бойынша жаңа тұрғындардың звоны бойынша біз әкімшілікке телефон шалғанбыз ғой. Неге осындай болып жатыр екен деп. Сол бір ауыз түсіндіріп айтып берсеңіз өзіңіз. Біріншіден біз мына көшені ұтып алған мердігерлеріміз. Біздің ең бірінші кемшілігіміз әкімшілікпен келіспеуіміз болған. Бізде анау келісімшарт бойынша договордың уақытының тығыздығына байланысты біз ерте келіп бастағанбыз. Осы ғана біздің кемшілігіміз болып тұрмыз. Жаңа келісілмеді, бірақ тендерді ұтып алдыңыздар. Иә, біз ұтып алдық, бірақ әкімшіліктен бастап жатырмыз деп ескертпеу біздің қателігіміз болды. Енді қазір бұған кешесіздер. Айыппұл салып жатса қайттан шығынға түсіп қалмайсыздар ма? Енді ол заң бәрімізге ортақ. Қателік бізден, айыппұл салуға, мынаны орнына келтіруге дайынбыз. Атыңыз кім? Азамат бол. Азамат әкеш бол. Жұрттың бәрі сен сияқты болса да, айыппұл төлеуге дайынмын, әкеле бер, кете бер. Жарайды, рахмет. Енді шешілетін сұрақтың шешілетін жолын айтып қойдыңыз ғой. Сіздер қазір қайттан салып бересіздер ме орнына сонда? Иә, бұның бәрін қазір қайтадан тазалап, асфальтқа орнына қойып береміз, жаңадан асфальт салып береміз, осы көшенің толығымен. Азамат, енді мен маман емеспін, мен 2 күннің ішінде деп айттым. Енді қазір мына жерде нақты уақыты мына жерде асфальтымыз қанша? 5 күн жете ма саған ішінде? Жоқ, барлығы мен қазір маман емес 2 күн деп айттым. Енді біздікі әкімшілік тараптан білесіздер. Мен өтірік жоқ қылмаймын ба дейсіз? Иә, мен өтірік жоқ қылмаймын. 2 күннің ішінде біздің неміз тезірек қалпына келтіру мақсатымыз. Азамат, 5 күннің ішінде осы жерде асфальт қалпына келіп, халық жүретін жағдай болу керек. Келістік қой? 2 күнде келтіре аласыз ба? Жоқ, біріншіден 2 күннің ішінде біз мына жерде қопарылған заттардың бәрін алып тастаймыз. Ол соған уақыт кетеді. Одан кейін тағы бір 3-4 күн мына шетіне поребриктер, бордюрлер басынан қоюға кетеді. Уақыттың бәрін одан кейін ГПС саламыз. Где-то 1-1,5 аптаның ішінде бітіреміз. Соған уәде бере аламын өзім. Яғни бізге телефон шалған Роза Егенбердиева деген тұрғынымызға айтсақ бола ма? Сізді естіді өкімет, мердігер естіді, бәрі орнына келеді, уайымдамаңыз деп. Уайымдамасын, қалыпта барлығы келтірді. Қазір қай жақтан жүріп тұрады адамдар, соны төбемен жүре ме? Жоғарыда жол бар, негізі адам жүретін жол бар, жүріп өтеді. Ол жолда қақып кетпей ме көлік? Жоқ, біз жерде енді қазір азамат осы жердеміз ғой, енді біз қазірде адам жүретін жағдайға қалпына келтіреміз, жұмыстарды орнына қалпына келтіріп қоямыз. Қаршы? Азеке, балалар көшеге шығып кетпей ме? Енді қазір жол жоқ болғаннан кейін? Енді мына жоғары жақты өзіңіз көрсеңіз болады. Көрдім, ол жол бар екенін көрдім. Ол жерде тротуар жоқ екен, ол жол екен, жолда қақып кетпей ме оларды деп жатқаным ғой. Енді ол жағына жауап бере алмаймын. Азеке, сіздерден өтінішті, осындай келісілмеген жұмыстар біздің қаланың тұрғындарының өмірін қауіпке тікпесе деген біздің ойымыз. Ол қателікті түсіндім, енді алдағы жолда. Рахмет, ары қарай қаза бермекші шараның бетін. Бәке, бір жағынан енді қазірде жалғастырып кетейінші. Мен қазір қала әкімінің тапсырмасы және бізде ауданда да осындай жұмыстар жүргізіп жатыр ғой. Бұл жерде қазір басты бақылау осындай құрылыс мекемелер. Мынау азаматтікі де бір жағынан барлығына себепші шығар, бұл барлығының құлақ қағыс дейді, құлақтарын алтын сырға деген. Барлығы құрылыс жүргізетін кезде біріншіден құрылысы уақытысында құжаттар заңды және де адам жүріп өтетінде қолайлы жағдай істетіп қою керек бірінші өзі. Одан кейін барып құрылысы жұмыстарын жүргізу керек деп ойлаймын. Бұл жерде жаңа біздің басқа да монополист мекемелеріміз бар, ол кісілерге де қазіргі таңда қатаң бақылау қойылып жатыр.
қай жерде құрылыс жүргізілетінің барлығын алдын ала әкімшілікпен келісіп ескертіліп барып жұмыстар жүргізілу. Анау бір жерде бар бір мекеме қазып кетті, тастап кетті деген нәрсе болмау керек. Менің айтайын деп, аяқтайын деп айтатын текстімді алып қойдыңыз ғой. Мен былай жай айтпақшы болып отырмын да, ескі Қазақстан бітті, таза Қазақстан, жаңа Қазақстан келді, ереже өзгерді, ережемен істейік, заңды қылайық. Бұрынғыдағыдай алда жұқ, ұрда соқ деген нәрсе жоқ деп айтсақ бола ма? Дұрыс айтасыз, иә. Бұл кісі енді бос кісіге басқаларға да мысал болсын десек. Сол ғой, бұл жерде сол бір жағынан, иә, бұл айтпақ болғаным осы нәрсе да. Бәріңізге қатысты мердігер мырзалар, халықтың өмірін қиындатпай, ережемен келісілген түрде орынды істесеңіздер абзал болады. Сау саламат болыңыздар.